жиынына қош келдіңіздер. Бүгінгі жиынымызда облысымыздың құрметті азаматтары, аймағымыздың ақсақалдары, ақжаулықты әжелері, ардақты аналары, ер ағалары, тіл жанашырлары, зиялы қауым мен бақ саласының өкілдері. Осы жолғы құрметтің, осы жолғы жолдың жөні әрине бөлек деп ойлаймыз. Мұхаммед Қайыр Шәріпов 1948 жылы 20 наурызда айтамыз, жаратқышыларға кітабымыз оқырмандардың ерекше қызығушылығын тудыратын анық кеше осы кәріміз жайлы жалпы қаламгерлік өнімі жайлы жүректе айтып 얘는 신대가 아닌데 여기서 다시 가요. 아직까지 가족들하고 바꿨습니다. 이지는 그런 공성 지금 작가로 다음에 사실 있었다. 그래서 박사가 박사도 때렸었나 아니면 좋은 박수가 있는데 그러니까 가수를 이루었던 게 있으니까 왜 나한테 가수를 좀 바꿔줘. жинап отырмыз. Сондықтан да кітаптың тұсауын кесіп, елден сүйінші сұрайтын уақытта келіп жетті. Сол кесіп рәсімін жүргізу үшін ортаға Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Павлодар облысының құрметті азаматы, Тереңкөл ауданының құрметті азаматы Шолпан Байғалықызы байқауын шақырамыз. Сонымен қатар Қазақстан жайлы облыс филиалының директоры, жазушы профессор Серік Төлеубаева Телебаевты ортаға шақырып. Құтты болсын аға. Біз енді аға екеуміз бір ауылдамыз, ауылдаспыз, көрші болдық. Jadi
жабылып шығып, үстінде баянның әрбір тасын, әрбір тауын тербетіп, жаяу жүріп, әрбір таспен сөйлесіп, оны сөйлесе де білу керек. Біз өлкетанушылар ғана түсінеміз. Мысалы, біз үйенінде қарағайдың іші даланы жүрсек, кісі тау тасты. Жаяу жүріп, бәрібір таспен сөйлесіп, оған тіл керек. Оны тілмен жеткізу оңай емес, ол басқаша бір әлем. Біз енді айтып тұрсақ, мүмкін сенбес, ол адамға бір жеке дабыр етеді, бір Алла, бір құдіреттің күш әлемі береді, соның бәрі бұл кісінің басында. Құрдасында елу келген қолым мен алты кітабы бір шыққан деп айтады. Сондықтан өзі кітап жазу проблемамыз, кітап шығару проблема өткен сияқты бізге. Біз мынау ертеде 90-шы жылдардың 10-шы жылдарға дейін, 20-шы жылдарға дейін бюджетте болады, облыстарда қалада да ақын жазушыларды қолдап кітаптар шығарып беріп отыр. Түрлі мерекелерге байланысты. Соңғы рет сол бір мәселе осында 16-шы жылдың 10-шы жылдығында тәуелсіздіктің 25 жылдығына ұмытпасам марқұм Арман Фани ағамыз шыққан сол кезінде. Оны мен неге айтып отырмын? Өйткені осындай жерде айтылады ғой. Ақын жазушыларымыз бар. Расында да сөздің майын тамызып, нәрін тамызып сөйлеген адамның бәрі жазушы бола алмайтынын сіздер жақсы білесіздер ғой. Бір үй бар, бала би атанған білесіздер. Соның ұрпағы бүгінгі күнгі сол ұлылардың жөрнағы деп айтсақ болады. Қазір айтамыз ғой, даланың данышпандары деп. Сол кісілердің сақтықта естігенін сақтап қалатын жанында жаңғыртып міне кітап шығарып жатқан біздің Қайыр ағамыз. Содан кейін қарапайым адамдар ғой, бірақ соны жанына түйіп, қанша өтсе де жазып шығып дайындап қойған екен. Осы кісінің бір қолдағанымыз болсын деп, осыдан 2 жыл бұрын әулие құл болды бабамыздың атында қоғамымыз қор ашқанбыз. Біреуіміз білесіздер, біреуіміз білмейсіздер айтып жатқанды. Сол қордың қаражатымен осы кітапты шығарып беруге сол қордың үлес қосты. Ол қорда өздеріңіз секілді руханиятқа көңіл бөлетін азғана жалақысы мен аздаған зейнетақысынан 5-10 теңгесін беретін қарапайым халыққа жиналған ақша. Бұл жерде меценаттар жоқ, байрамдар жоқ, ұстаз ақша жасатып береді. Сол ақшаға осы Қайыр ағамыздың кітабын шығарып беруде қоғамдық басқарманың мүшелері, құрылтайшылары жиналып отырып шешім қабылдады. Сосын бөгетті қарастырып, Айбек бауырын көріп отырсыздар. Халық сөзін жазып беріп, баспадан шығарып берген жайымыз бар. Кітаптың қысқаша тарихы осылай. Енді өзінің жазылғанын, өзінің оқығанын естіген автор қашанда өзінің бір жақсы сезеді ғой. Сайынсыз көптеген алға жоспарларды берген атқарды тарихи жоспарлар көп. Сіздің қасыңызда болғанға сонау 70 жылдан бері қарай басқаға берілмей келе жатқан орыс тіліндегі ауқатты бөлімдерін өз бас қолдап, жинақтап, өткен жылы Сұлтанмахмұттың мерейтойында жарық етіп көпшілікке ұсынған осы мерейтойы болатын. Енді әрине қалалық әкімдіктің қаражатына жарық көрді. Журналистер одағының Павлодар облысына филиалының төрағасы, мынау ұлттық арнамыздың өміріміздегі ұзақ жылдар бойы келе жатқан белді, беделді тілшісі, бұл кісіге кітап жанашыры, кітап сүйетін оқырманға кітап сыйлаудың жолын білетін меценаттық дәрежесінде жүрге белгілі тұлға, әсіресе Серік Төлеубайұлының бүгінгі бағдарламаның жарық жылына тікелей қатысы болды. Келесі сөз кезегі Болат Сәуетханұлы. Кейінгі қазіргі тұлға әлеуметтік желіде не болса солай жазады. Кейінгі еліне жер термесе де жастарға кітаптар апара алмаймыз. Жастарға кітап оқыр деген әлеумет. Жоға деп оқымыз. Міне осы кітаптың қазір барып оқырын деген. Бірақ жаңа кітаптарға кітаптардан ұзатқанда ағам барып дұрыс. Кітап ол кезде Biz kararlar yapıyoruz, uygun oldu diyoruz. Bu kazanımı bir anlamda yapamaz. Benim de
қазан болып, ол да бақыт 5 марта білмет болды. А біз қазір журналистімізді бақыт үйіміз. Екі орында диктатор жазалымыз біз. Онда заметкасы осыған жазылмамыз. Бірақ жаңағыдай ой кітап шығарады. Қалам дегеннен арзан.